Таңғы асқа сіздерге керемет ерекше идея. 15 минутта дайын болатын, балалар қызыға сүйсіне жеп тауысып қоятын осындай ерекше тағам түрін жасайтын боламыз. Бізге спагетти мен сосиска қажет болады. Осылай сосискаларымыздың сыртын ашып тазалап аламыз. Сосын бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен осылай 3 бөлікке бөлдім. Сосын арасына спагеттилерімізді тығатын боламыз. Мен осындай жіңішке спагеттиді қолдандым. Сіздер де осындай жіңішке спагеттиді қолданыңыздар. Өйткені езілмей жақсы піседі. Осылай барлығын тығып болғаннан кейін қайнап тұрған суымызға дәміне қарай тұз салып, дайын болған сосискамыз бен спагеттиімізді салып, жақсылап 10 минуттай қайнатып аламыз. 10 минут қайнап болғаннан кейін біз оны жақсылап сүзіп алатын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Небәрі 15 минутта дайын болады. Балаларыңызға өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Мен әсемдік